Неге біздің алға қойған күшті мақсаттарымыз сол күйі арман болып қала береді? Неге біздің кейбір таныстарымыз таланты бар, ақшасы жоқ болып ауылда қалып кетеді? Неге біз қойған мақсатымызға жете алмаймыз? Неге біз соңына дейін оны апармаймыз деген сұрақ туындайды ғой, достар. Иә, келісем. Білесіздер ма, бұл видеода мен бір банальный советтермен бөліскім келіп тұрған жоқ. Типа, саған кедергі ол жалқаулық, сенің ортаң дұрыс емес, сен қорқасың, бәрі біледі оны. Дұрыс қой енді, бәрі біледі. Шынымен де действительно көмектесетін советтерін бөліскім келіп тұр. Себебі мен өзім ондай кезеңнен өткем, когда мен амбициозный жігіт болдым. Жандос деген ол биікке барады деп айтатын адамдар, бірақ мен биікке шықпайтынмын. Бір істі бастаймын, соңына дейін апармаймын. Менде қорқыныш болды, жәнегідей страх болды. Сол үшін маған шын мәнінде көмектескен бір идеялармен бөліскім келіп отыр. Бұл видео шын мәнінде барлық адамға полезный болады. Так что сіздерге үлкен өтінішім бар. Біріншіден каналға лайк, екіншіден комментарий, подписка, үшіншіден колокольчик қойып қойыңыздар. Ең бастысы, мен осы видеоны продвигать ету мақсатында комментарий қалдырған 3 адамға 5000 теңгеден случайно ойнатқым келіп отыр. Жеңімпаздарды телеграмда көрсететін боламын. Так что бастай контентті, достар. Шынымен де мен сіздерге дельный совет беріп көмектесем. Осы видеоны көргеннен кейін соңына дейін сіздердің өмірлеріңіз күрт өзгеретін болады. Я вам это гарантирую. Просто до конца қараңыздар. Мен дейтін кезінде сетевой маркетингте жұмыс жасағам. Мен ағам шақырды, Жандос, күшті компания бар, айына миллионда табасың, жүр дейді. Жарайды деп бардым мен. Ақшамды салдым, өзімнің класстастарын ертіп алғам, еще 2 аптадан кейін. Кәне плотный жұмыс жасап, ол жақтан ақша табам деген мақсатым болған ғой. И байқағаным, сол жердегі орта просто сногсшибательный, бәрі амбициозный, бәрінде инсайт бар, бәрінде мотивация бар. Аптасында бір рет ол жақта обязательно бір тренингтер өтеді, бір мықты сату менеджер, мықты бір бизнесмен келеді, өзінің советтерін бөліседі. И сол кезде бір әйел адам келеді, былай айтады: құрметті көрермендер, жалпы егер сендер өздерің ертең бай болуларың келсе, үлкен квартираң бар, 2 машинаң бар, то есть сен өзінің ойлау қабілетін өзгерту керексің дейді. То есть айына 1 миллион табатын адамның ойлау қабілеті бар, и айына 2 миллион табатын адамның ойлау қабілеті бар. Екеуі бір-бірінен айырмашылықтары бар. То есть 1 миллион табатын адам 2 миллионға өскісі келсе, ол мына адамнан совет сұрайды дейтіндей. Айына 500 мың табатын адам, ол айына 2 миллион табатын адам сияқты ойлана алмайды дейді. И так далее мысалдарын келтіре береді. И прикиньте, говорит, долларовый миллионерлар бар дейді. Олардың мышление совсем басқа уровеньда. И айтады, егер де сен қазірден бастап айына хотя бы 1 миллион табатын адам болғың келсе, сен сол адамның өмірін елестету керексің дейді. Қандай адамсың, сезіну керексің деді. И мен сол кезде қолымды көтеріп сұрақ қоямын. Саламатсыз апай деймін. Тема былай, мен зарплатам ай сайынғы ары-бері жүргенім 120 мың теңге шығады. Мен вообще 300 мың теңгеге табысын өсіргім келеді. Қалай мен өзімді елестете аламын? Жәнегідей мышлениемді қалай өзгертем? Бәрі айтады, просто мышлениеңді ауыстыр дейді. Вопрос в другом же. Қалай оны ауыстырады? Қалай ол мышление өзгертеді? Деген сұрақ қоймаймын мен. И ары-бері сөйлесіп, ол былай айтады, мен былай айтам. Ладно, біраз уақыт жүрем мен. Қанша тренингтер қатысым. И уақыт өте келе мен бір нәрсені түсіндім. Жетістікке жететін адам мен жетістікке жетпейтін адамның бір ғана айырмашылығы бар. Ол айырмашылықты айтпас бұрын мен сендерге бір кішігірім информация бергім келіп тұр. Вдуть дейтін YouTube каналды білесіңдер ма? Ол жаққа Нұрлан Сабуров, Ирина Қайратовна келген. Жалпы ол канал интервью форматында. Каждый қонақ келген кезде интервьюның соңында жәнегі Вдуть дейтін автор мынандай сұрақ қояды: в чем сила? Брат дейтін фильмде шыққан, в чем сила? Біреу айтады: сила в правде, сила в религии, сила в любви, сила в деньгах и так далее. Каждыйның өзінің бір мышлениесі бар. И ол сұрақты маған қойған кезде мен былай жауап беретін едім: сила в характере. Я жігерлікте. Жетістікке жету, жетістікке жетпеу, ол тікелей сенің жігерлігіңе байланысты екен. Уақытың бар ма, жоқ па, не имеет значения. Ақшаң бар ма, жоқ па, не имеет значения. Абсолютно. Шавқат Рахмонның бойын кім көрді соңғысын? Байқадыңдар ма? Оны қылқындырып алады. Өте опасный прием. Там прям мойнын қысады, еще белін қысып алған, ана қарсыласы арқасына жабысып алған, жібермейді. Сол кезде мен ойладым уже, ай, Шавқат, ұтылатын шығарсың деп. И ол камераға қарайды ғой еще, астында жат камераға қарайды, и скорее всего былай ойлады: қаншама еңбек, күніне кем дегенде 5 сағат тренировка, желаниең болса да, желаниең болмаса да, аддихер ол тренировканы жасау керексің. Сен жалғыз өзіңнің мақсаттарың емес, сенің бүкіл Қазақстан елі қарап отыр. Қаншама күн, қаншама ай, қаншама жылдар сен характерді проявлять етіп тренировкада жүрдің бе? Неужели бір бойда жаздамся? Сондай оймен, менің ойымша, ол на характере шыдап кетіп, момент ұстап алды да приемнан шығып кетеді, еще ол жеңіп кетеді. Характермен мысал келтіретін болсам, көп. Вот Джеки Чан элементарда қанша рет аяқ қолын сындырды. Бірде бір страховой компания оның денсаулығын страховать еткісі келмейді.
Ол до конца барды. Димаш Құдайбергенов вообще сөз жоқ. Если оның историясын толық оқысаңдар, вообще шоке будете. И каждый жетістікке жеткен адамның біз мысалдарын қарастыратын болсақ, ол жақта бір ғана ключевой роль. Ол және әкесі бай болды, анау талант оттаған әңгіме. Қаншама талантливый, қаншама таныстар бар жігіттер жоқ мен маңайымда. Байдың баласы, таныстары бар, акиматта везде, бірақ өзі ол таныстарымен қолдана алмайды. Короче говоря, жетістікке жететін адам мен жетістікке жете алмайтын адамның бір ғана айырмашылығы ол характерді. И вот вопрос, қалай жаңағы характерді біз тренировать ете аламыз? Мен қазір сол жерде айтатын боламын. Так, сонымен характерді біз қалай проявлять етеміз, қалай оны күшейтеміз дейтін сұрақ бар ғой. Мен айтып отырамын, сендер жазып отырасыңдар. Біріншіден, өзіңді аяма. Иә, вообще аяма өзіңді. Не қыласың аяп өзіңді? Екіншіден, өзіңді жақсы көр. Көтің тырысып қалған адам болсаң да, өз мақсатыңа до конца жететін қырсық адам бол. Потому что уступать етуге болмайды ешкімге. Өзіңе бір мақсат қойдың ба, бір ай бойы мен күнделікті отжимание жасаймын дедің ба, жасап таста до конца. Отчетность керек өзіңе. То есть сенің миыңда қазіргі таңда хаос бар. Сенің жұмысың и так көп түрлігін. Ананы істей көріп, мынаны істей көріп, ана жаққа көріп, мына жаққа кете береді. Чтобы хаосты успокоить ету үшін саған күнделік керек. Қандай тапсырмалары маңызды, қайсы ертеңге, қайсы бүгінге тізімін жазып и күнделікті отчет тапсыру өзіңе. Миыңда спокойствие болса, энергияң, душаңда, рухани жағынан спокойный боласың. Соответственно, сен өз алдыңа қойған мақсатыңа сфокусировать ете аласың. Одан кейін, бұл жерде ең бастысы, жалпы характерден бөлек жетістікке жету үшін негізінде келетін болсақ, адам өз-өзіне бастық болу керек. Келісесіңдер ма? Онда до конца тыңдаңдар. Қарашы, мысал үшін сен бір жерде жұмыс жасайсың. Яғни, по факту сенің бір бастығың бар. Ол бастығың саған тапсырма береді. Таңертең сағат 8 жұмысқа кел, мынаны істе, түсте мынаны тапсырмаған, кешке мынаны жаса, үйіңе қайта бер. Сенің алдыңа уже жолды салып берді, сен сол жолмен жүре бересің, түк қиналмайсың. Өйткені мойында артық ответственность жоқ. Ал өзіңе бастық болған кезде, ол уже конкретно сен өмірде бастық бола аласың ба, бола алмайсың ба, сол жайлы айтатын болады. Иә. Қара өзің, элементарно сен өзіңе бір мақсат қойдың, тапсырма бердің. Бұл жерде сенде уже бастық жоқ, сенде әке шешең жоқ, ешкім жоқ. Сен жалғыз өзіңсің. Соответственно, сен өзіңе бастық болу керексің. Так что думай здесь как начальник. Бастық не істейді? Бастық бірінші мақсатын жазады. Точка А, точка Б. Потом ол мақсатты аптаға бөледі. Мына аптада мынаны жасау керек, келесі аптада осыны жасау керек, үшінші аптада тағы бірдеңке. И күнделікті аптадан уже күнделікті стратегияға келіседі. То есть өзіңе тапсырма бер. И түнде сол тапсырманы өзің орындадың ба, отчитывать ет. Егер де сен жаман начальник болсаң, онда ештеңке іске аспайды. Егер сен жақсы начальник болсаң, өзіңді как сотрудник ретінде кейбір кезде ұрысу керексің, кейбір кезде мақтау керексің. Сол үшін сен бүгін өзіңе 5 шақты тапсырма бердің. Көп бермей қой, аз, 5 тапсырма. Кешке түнде қарайсың, сен 3-ін орындапсың, 2 орындалған жоқ. И соответственно өзіңді наказываешь. Мысалы үшін сен ертең киноға бармақшы болдың ба, все, отмена, киноға бармайсың. Ты наказан. А егер де сен өзіңе 5 тапсырма бердің, полностью орындап шықтың, бір апта бойы 5 косяков, топ красавчик, сен как бастық красавчиксың, как сотрудник красавчиксың, соответственно, ты заслуживаешь что-то. Допустим, өзіңе бір киім сатып алу, бір жаққа барып қыдырып қайту так далее. То есть бұл жерде, достар, түсіндіңдерші, өзіңе бастық болу керексіңдер. Элементарно өзің ойла. Мысалы үшін, менің трейдинг бойынша рекламамды 1000 адам көрді, 1000 адамның 100 адамы басып тіркелді. 100 адамның примерно 50 адамы телеграм каналы үшін не болып жатыр, соның бәрін қарап оқып отыр. Қалған 50 адамның 25 адамы біздің берген сілтеме бойынша регистрациялар жасап, пополнение және ең бастысы сигналдарды қайталап табысқа шығуда. Ол 25 адамның 5 адамы нақты трейдер боламын деп шешім қабылдайды, и 5 адамның примерно 2-і трейдинг арқылы керемет нәтижеге шығады. 1000-нан 2 адам. Что там? Не дейсің осыған? Жаңағы 2 адамның басқа 1000 адамнан айырмашылығы қандай? Біріншіден, оларда характер бар. Ақыр мен на каналға тіркелдім бе? Изначально маған қызықты болды трейдинг, маған қызықты болды бұл салада ақша табу. Неге мен до конца апармаймын бастаған істі? Вот до конца апарайын. Біріншіден. Екіншіден, олар өз-өздеріне бастық. Олар регулирует ете алады уақытын. Оларды кешке жақын бір жаққа қонаққа шақырса, так сағат 8-де менде вебинар деп олар уақытын бөле алады. Мен бұл салаға шынымен де қызықты, мен бұл салада результат жасағым келеді деп өздеріне стратегия құрастыра алады, план құрастыра алады. Маған мынаны үйрену үшін жан досына осыны сұрау керек, мынаны сұрау керек деп. Короче говоря, осы екі-ақ элемент бар. Бірінші элемент ол характер болса,
екінші элемент ол өзіңе бастық болу. И все. Так, сонымен ұзын сөзінің қысқасы мынандай болады. Бұйыртса 11 күні, яғни среда күні менде вебинар өтеді. Осы вебинарға мен сені шақырамын. Тақтығы 2 күн, бірінші күні біз сіздермен жаңағыдай регистрация, пополнение, сделканы ашу жабу, криптовалюталардың не үшін өседі, не үшін құлайды, сол моменттерді талқылайтын боламыз. То есть практика жүзінде сендер бізбен бірге сделкаға кіріп, сауда жасай аласыңдар. Ол вебинарға қатысасың ба, қатыспайсың ба, ол әрине тікелей сенің шешімің. Сілтемесі WhatsApp группаның осы видеоның астында тұр. Ол вебинарға сен егерде қазір өтіп соңынан жеткізетін болсаң, базар жоқ, сенде характер бар, өзіңе бастықсың. Егерде сен әшін тіркеліп вебинарға қатыспай қойдың ба, онда сұрақ өзіңе. Егер сен тіпті вебинарға вообще қатыспай қойдың ба, опять-таки, значит саған бұл қызық емес. Значит саған трейдинг қызық емес, значит саған онлайн табыс қызық емес, сен бұл салада нәтиже шығарғың келмейді. Вот как-то так. Сол каналға лайк, подписка және ең бастысы вебинарға қатысатын болсаңдар, оның сілтемесі осы видеоның астында тұр. WhatsApp группаға тіркеліп қойыңыздар.